Сәлем достар, бүгін сіздерге өте дәмді, жеңіл, әрі көзге әдемі, түрлі түсті көкөністер салатын дайындауды көрсетемін. Алдымен картопты арнайы үккіштен өткізіп, салқын суға жуып аламыз. Сүлгімен суын құрғатып аламыз да, қызып тұрған майға салып, 3 минуттай баяу отта қуырып аламыз. Қуырылған картоптың дайын болғанын қалай тексереміз? Ол кішкене қытырлақ болып тұруы керек. Пісіп болған соң қағаз сүлгіге салып майын сіңіріп аламыз. Енді сәбіз, қызылша, қиярды арнайы үккіштен өткізіп аламыз да, әр қайсысын бөлек ыдысқа салып қоямыз. Салаттың ерекшелігі барлық ингредиенттерді жеке-жеке орналастыру. Салат тойымды болуы үшін ет немесе шұжық қосамыз. Мен қақталған тауық етін қолдандым, ол үшін оны жіңішкелеп турап аламыз. Барлық өнімдерді бір тәрелкеге әдемілеп орналастырып, ортасына майонез саламыз. Және дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Салатымызды жегелі тұрған кезде ғана араластырамыз. Мінекей түрлі түсті тәбетті ашатын көкөністер қосылған салаты дайын, кез келген дастарханның көркін ашады. Сіздермен болған Ақгүл, келесі видеода кездескенше.